армысыздар? Мен Хафиз Ақшолпан Мақсұтқызы 2003 жылы Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылында дүниеге келдім. Ең алғаш 2008 жылы мектеп табалдырығын Ақшұқыр ауылындағы Маршал Әбдіхалықов атындағы мектеп гимназиясынан бастадым. 2020 жылы сол Маршал Әбдіхалықов атындағы мектеп гимназияны аяқтадым. 2020 жылы 80 жылдық тарихы бар қыздардың қара шаңырағына айналған Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне биология білім беру бағдарламасы бойынша оқуға түсіп, 2024 жылы 4 жылдық оқуымда аяқтадым. 2024 жылы педагогтардың білімін бағалау тестілеуден өттім. Мен ең алғаш практикалық іс тәжірибемді 2020 жылы Маршал Әбдіхалықов атындағы мектеп гимназиясынан бастадым. 2021 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде дала практикасынан өттім. 2022 жылы Алматы қаласындағы номері 24 мектеп-лицейінен өткен болатынмын. Мен 2023-2024 жылдары Алматы қаласындағы Қасым Қатықбаев атындағы номері 168 мектеп гимназиясынан өзімнің кәсіптік және өндірістік практикамнан өткен болатынмын. Менің мақсатым жас ұрпаққа дұрыс бағдар беру, өмір жолда тура көзбен қарауға баулу, әрбір шәкірттің тұлға болып қалыптасуына зор ықпал ету. Менің педагогикалық ұстанымым: ұстаз ізденгіш болуы, ойлай білуі, барлық іс-әрекетті бар ынтасымен жасай білуі керек. Өмірлік ұстанымым: сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінде қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап.